Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай гречкадан котлет дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 1 стакан гречканы суға пісіріп аламыз, және де 2 картошканы мундир қылдырып суға пісіріп аламыз. Тұзын салып, барлығын жақсылап осылай бір-біріне салып араластырамыз. Егер блендер болса, блендермен де жақсылап езіп алсаңыздар жақсы болады. Бір жұмыртқаны жарып араластырып, және де тұз бұрышын саламыз. Бір пияз бен бір сәбізді үткіштен өткізіп, майға қуырып алып, үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осыны енді котлет қылдырып жасаймыз. Жұмыртқасы болғасын жабысып, жақсы болып шығады. Ұнға былғап, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Еттен жасалған, фарштан жасалған котлеттен ешқандай да айырмашылығы болмайды, керемет болып шығады. Өте дәмді болады. ПП котлет деп айтсақ та болады. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымдағы видеолар ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.